Сәлеметсіңдер ме? Екінші сынып оқушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Қуыршағымның аты Қарақат». Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока «Мою куклу зовут Каракат». Ең алдымен, балалар, жаңа сөздермен танысайық. Давайте познакомимся с новыми словами. Қуыршақ, кукла, мысық, котенок, күшік, щенок, қонжық, медвежонок. Тағы бір қайталайық. Қуыршақ, мысық, күшік, қонжық. Ал енді, балалар, мәтінді оқып аударайық. Менің атым Әнел. Менің досым бар. Оның аты Анна. Менің ойыншығым көп. Мынау қуыршақ. Қуыршағымның аты Қарақат. Ол әдемі. Досымның ақ қояны бар. Меня зовут Анель. У меня есть подруга. Ее зовут Анна. У меня много игрушек. Это кукла. Мою куклу зовут Каракат. Она красивая. У подруги есть белый зайчик. Ал енді берілген сұраққа жауап берейік. А теперь ответим на вопрос, что это? Мынау не? Это слон. Мынау піл. Это кукла. Мынау қуыршақ. Это мячик. Мынау доп. Это лев. Мынау арыстан. Это медвежонок. Мынау аю. Это зайчик. Мынау қоян. Ал енді суретті пайдаланып, сөйлем құрап айтайық. На этой картинке у нас котенок. Менің мысығым бар. Сенің мысығың бар. Оның мысығы бар. На следующей картинке у нас щенок. Менің күшігім жоқ. Сенің күшігің жоқ. Оның күшігі жоқ. Менің мысығым бар. У меня есть котенок. Сенің мысығың бар. У тебя есть котенок. Оның мысығы бар. У нее, либо у него есть котенок. Менің күшігім жоқ. У меня нет щенка. Сенің күшігің жоқ. У тебя нет щенка. Оның күшігі жоқ. У нее, либо у него нет щенка. Ал енді, балалар, диалогты толықтырып оқиық. Сенің қуыршағың бар ма? У тебя есть кукла? Иә, менің қуыршағым бар. Да, у меня есть кукла. Сенің қонжығың бар ма? У тебя есть медвежонок? Жоқ, менің қонжығым жоқ. Нет, у меня нет медвежонка. Сенің қояның бар ма? У тебя есть зайчик? Иә, менің қояным бар. Да, у меня есть зайчик. Тағы бір қайталап оқиық. Сенің қуыршағың бар ма? Иә, менің қуыршағым бар. Сенің қонжығың бар ма? Жоқ, менің қонжығым жоқ. Сенің қояның бар ма? Иә, менің қояным бар. Жақсы, балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.